Сонымен мына сұрақты талдайық. Солтүстік шұғыла мен газ разрядындағы жарқырау құбылысы. Енді дұрыс жауап электролюминесценция болады. Бұл жаттау керек теория. Ә, бұл туралы толығырақ 11 сыныптың кітабында мінекей екінші бөлім, мінекей міне жазып қоямын. 11 сынып кітабы, 11 сынып екінші бөлім. Автор Кронгард. Бізде Кронгард, Закирова екі түрлі автор қараймыз. Соның жаңағы 44-ші тарауы сәулелену түрлері. 44-ші тарауында бізде электролюминесценция тұрып айтады. Бұл теория, яғни сәулеленудің түрлерін жіктеу, яғни әртүрлі түрге жатқызады. Яғни оның электролюминесценция, катодолюминесценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция деген топтарға бөлінеді. Енді қысқаша айтқанда міне тура біздің сұрақ солтүстік шұғыла мен газ разрядтау. Ол бізде міне электролюминесценцияның табиғаттағы көріністерінің бірі солтүстік шұғыла құбылысы. Яғни осы солтүстік шұғыла құбылысы қалай пайда болатындығын түсіндіреді. Осы тарауды жақсылап тұрып бір оқып шығу керек. Сол кезде біз теорияға дайынырақ боламыз. Мысалы, біз мына теорияны жаттап алдық делік. Ол жеткіліксіз. Бізге мына тарауды түгел оқып шығу керек. Осы сұрақ қайталанып келген сайын осы тарауды оқып шыға беру керек. Сол кезде біз үлкен нәтижеге жететін боламыз. Теориялық біліміміз бойынша біз физикадан жоғары ұпай алатын боламыз. Қайталап айтамын, біз мына сұраққа дайындаламыз, ал оқушыға ертең ұбт-ға дәл мына сұрақ келуі мүмкін. Жылулық сәулелену. Бұл қызған денелердің сәулеленуі. Міне осындай сұрақ ертең ұбт-ға келеді. Қайсы келетін біз білмейміз. Сол үшін біз тарауға түгел дайын болу керекпіз. Оның үстіне біз мынандай жұмыс бастадық. Сол жұмысты енді жалғастырамыз. Бұл өте мықты база болады. Бұл физикадан да, Қазақстан тарихынан да бұйырса жасалмақшы. Қазақстан тарихынан жасалып жатыр. Мен мынаны сақтап қоямын. Бізде теория база деген бастаймыз. Осы жерде мінекей бұл жаңағы 11-ші сынып болды. Міне 11-ші сынып, екінші бөлім, Кронгард, нешінші тарау бізде? 44-ші тарау, мінекей 44-ші тарау, және мен сақтап қоямын сәулелену түрлері. Сәулелену түрлері. Қысқаша жазып қоямын, мінекей осыған бірінші сұрақ келді. Мен мынаны сақтап қойдым. Және мінекей сол неге баратын болсақ, теория базаға. Бізде ұбт-да келетін, мысалы, мына сұрақ жыл сайын ұбт-ға келеді, және осыдан оқушылар қиналады, не айтарын білмейді. Мұғалімдер де түсіндіргенде қиналады, шыны керек. Мынау мінекей теориялық сұрақ, мінекей мынау қарап тұрсақ, мына екеуі бір тараудан. Демек, осы тарауды оқысаң, мына екі сұраққа да дайын боласың деген сөз. Одан кейін мінекей мынандай қиынырақ сұрақ, 11-ші сынып 1-ші бөлім. Бұл да Кронгард. Мына екеуі бір тараудан көріп отырмыз. Міне теориялық сұрақтарды жүйелейміз. Бүгін міне осы сұрақ қосылды. Мынау бізде бір тарау. Міне осылай біз мына папкаға сақтай береміз. Осы тараулар демек оқылу керек тараулар. Міне физика теорияда біз осылай дайындық жасайтын боламыз. Жай ғана жаттамай, енді біз теорияларды жүйелей бастаймыз. Әрі оқушылар сендер оны конспектлей беріңдер. Мысалы, оқушы катодолюминесценция деп жауап бергенсің. Фотолюминесценция, оның не екендігін жаңағы тараудан оқысаң толығырақ түсінетін боласыңдар.